Бәріне сәлем, менің есімім Балнұр, мен жүзуден жаттықтырушы боламын. Бүгін сіздермен жаттықтырушыдан 5 кеңес айдары. Егер сіз жаттығуға бірінші рет келген болсаңыз, онда сізге ең бірінші үйрену керек, ол тыныс алу. Тынысты ауызбен алып, мұрынмен су астында шығарамыз. Осы жаттығуды 10-15 рет қайталаймыз. Келесі екінші кеңес, бізде суда созылып жатып, аяқпен жұмыс жасаймыз. Аяқпен алма-кезек жұмыс жасау керек. Кеттік. Баста. Ногами бьем. Созылып жаса. Келесі кеңес, бізде қолмен есу жаттығуларын жасаймыз. Аяқты қосамыз, мұрынмен дем шығарып, қолдармен есу жаттығуларын жасаймыз. Келесі төртінші кеңес, ол тақтайшамен жұмыс жасаймыз. Тақтайшаны ұстаймыз, сол қолымызбен және оң қолымызбен есу жаттығуларын жасаймыз. Бұл жердегі негізгі мақсат созылып, аяқпен қолды қосып жүзу. Бесінші кеңес, алдыңғы болған жаттығулардың бәрін қосып, кроль әдісімен жүземіз. Басымызды суға салып, оң қолмен дем алып, сол қолмен есу жаттығуын жасап, аяқ қолымызбен жұмыс жасап, созылып жүземіз. Құрметті спортсмендер, алдыңғы айтылған кеңестерді пайдаланып, кроль әдісінің дұрыс техникасын үйренуге шақырамын.